Италия павильонның бас менеджері Валентина Поматико ханым бүгін біздің студиямызда қонақта, және аудармашы қызымыз Гүлнұр Сәт. Қайырлы таң, бонжорно. Бонжорно. Енді мен мынадай сұрақ қойғым келіп жатыр. Жалпы бұған дейін Экспо халықаралық көрмесін өткізген Италия, оның ішінде Миланда өтті 2015 жылы. Біраз тәжірибе жинап алдыңыздар. Енді осы Экспоның тізгіні Астанада жалғасып жатыр. Пікірін біле кетсек. Yes. Okay, I lived on my skin Expo Milan 2015, and so I know very well the complex machine of Expo. 2015-те Милан Экспосында көрмесінде жұмыс жасадым, сондықтан мен Экспоның жұмыс барысын жақсы білемін. I started this project in Astana over a year and a half ago. Бір жарым жыл бұрын осы жобаны өзім бастадым. And I was very impressed of the organizer, of the energy of the organizer and the workers too, that face a not easy temperature condition. Осы көрмені ұйымдастырушылардың энергетикасына өте тәнті болдым, себебі осындай табиғи мәселелерге қатысты осындай экспоны өткізу оңай емес екенін түсінемін. And so I'm sure that it will be a big success for Kazakhstan. Қазақстан үшін бұл үлкен жетістік болатынына сенімдімін. Біз де өте қуаныштымыз. Енді тағы бір сұрағымыз, жалпы Астанадағы Экспо 2017 көрмесіндегі Италия павильонының ерекшеліктеріне тоқтала кетсеңіз. Yes, we have the concept of the pavilion is based on two keywords. Біздің концепция екі негізгі сөздерге байланысты. That are history and ingenuity. Бұл тарих және болашақ. History, because you know Italy is Italians lived 1,000 years finding always the way to live in a sustainable manner. Италияны өзіңіз білетіндей энергияны тұрақты түрде алатындай көз іздеуде. Italy was a pioneering country. Пионерлік ел ретінде бұл салада. The first solar plant was made in Italy and also the first hydroelectric plants. Сіз білесіз, Италияда ең алғашқы күн энергиясын алатын жерлер ең алғашқы рет Италияда жасалған болатын. And the other word is ingenuity. That is, for Italian, is strictly connected to the main theme of Expo, future energy. Екінші негізгі мағынасы ол болашаққа деген көзқарасы. Сіз білесіз, Экспоның негізгі мақсаты ол болашақтың энергиясын табу. So for Italy, the main value that wants to transmit for this Expo is ingenuity. That means that we always find the way to create sustainable, renewable sources and find a way to live in. Сондықтан негізгі павильонның негізгі концепциясы бұл болашаққа негізделген энергияның көзін табу және оны тұрақты ретінде алып тұруды үйрену. Жақсы. Ал енді Валентина ханым, бұл павильонның безендірумен айналысқан архитектор Пауло Дезидеридің есімі қазақстандықтар үшін жақсы таныс. Осы уақытқа дейін Пауло Дезидери Астана опера театрының құрылысына атсалысқан мамандардың бірі. Жалпы Пауло Дезидери туралы өз аузыңыздан естігіміз келіп отыр. Yes, Paolo Desideri is the company ABTR. And he conceived the concept of Italy Pavilion, and he worked together with an Italian construction company named Renko. ABTR компаниясында жұмыс жасайтын Пауло Дезидери архитектор. Бұл қазір Италия павильонының негізгі архитекторының бірі. Және сонымен қатар ол Renko компаниясымен бір серіктестікте жұмыс жасайды. They have started, so Desideri and Renko started a new project, a new future project. Desideri Renko мен қоса бірлестікте жаңа жоба бастауда.
they will offer an Italian way of style, creating a project that starts from the concept and design to the realization. Бұл жоба итальяндық концепция, негізгі мағынасы итальяндық концепциядан тұрады. Бұл да дизайн және құрылыстың жаңа түрі көрсетіледі. And this project connected to the Italian way of life. Итальяндық өмір салтына байланысты. Housing fields. Және үй тұрмысына байланысты. And working space. Сонымен қатар жұмыс орындарына байланысты. From training and food. Оқу жаттығудан тағамдануына дейін. Жақсы. Паула Дезидери туралы біршама мәлімет алдық. Енді Валентинаның өзіне қатысты мынандай бір сұрақ қойғым келіп жатыр. Жалпы Қазақстанға қай уақытта келді? Бұл бірінші келуі ме? Жалпы Қазақстаннан ең алғаш алған әсері туралы білгім келеді. And what's your first impression of Kazakhstan? Okay, I've been here. I've been here a lot of times. Мен бірінші рет келдім. My first time was 1.5 years ago. Бірінші рет 1,5 жыл бұрын. 1,5 жыл бұрын келгенде қандай әсер алды? What was your impression when you first came 1.5 years ago? Yes, I was very impressed. Мен үшін өте әсерлі болды. Because it's okay for me. It's different cities, a different way of life. Өзге өмір салты. And of course, I faced some lowest temperature, not usual өте for төмен me. температураны кездестірдім, сол мен үшін бұл жиі емес. But I was very impressed of the energy that there is in this city. Бұл қаланың энергетикасынан. Қазақ тағамдарына деген. About Kazakh food. Kazakh cuisine. We would like to have your opinion. I like Kazakh food. Маған ұнайды. Қазақ тағамдары ұнайды. I like Kazakh food, and I think that there is a high quality. Бұл өте сапалы тағам деп ойлаймын. And I can add also something about people. Because және адамдарды да зерттеп үлгердім. I did not expect this. Сондықтан мен адамдардан негізі ондайды күтпеген едім. Yeah, and so also in Italy Pavilion we have local people working. Павильонда бізде жергілікті де қызметшілер жұмыс жасайды қазір. And I had interview of a lot of students. Барлық студенттерден сұхбат жүргізіп үлгердім. That wanted to work in Expo. Экспода with a lot of жұмыс жасауға құлшыныс expectation. білдірді және олардың эксподан күтетіні үлкен. So I was very happy with this. Сондықтан мен өте бақытты болдым осыны естігеніме. Қуаныштымыз. Ендеше Валентина ханымды бүгін біз ұлттық арна эфирінде көріп отырғанымызға шексіз қуанышымызды жасыра алмаймыз. Енді Валентина Поматика ханымға ұлттық арнаның атынан мына бір тамаша сыйлықты ұсынғанды жөн көріп отырмын. Енді бұл түйе. Мінекей бұл енді қазақтың асыл жануарларының бірі. Және Қазақстан ұлттық арнасынан мына бір тамаша сыйлықты табыс еткенді жөн көріп отырмыз. Рахмет тағы да. Қазақстанға жиі келіп тұрыңыздар. Please come very often to Kazakhstan. Yes, thank you, and we wait for you in Italy Pavilion. Итальяндық павильонда сізді күтеміз. Міндетті түрде барып тамашаламыз. Италия павильон, қымбатты көрермендер, тек біз ғана емес, Ғалымжан Ирина ғана емес, сонымен қатар барлығымыз осы Италия павильонын барып көруге шақырамыз.